Мелис анасына келіп, Эмрах қайда дейді. Ол менің бала сүйе алмайтынымды білген соң тайып тұрды деп айтып жатыр Нежла. Нежла айтады, Мелис сен айтып едің ғой, махаббат адамды өзгертеді деп. Мен де ойлап қалып едім. Мүмкін Эмрах екеуміз бас қоссақ, мен жақсы жаққа өзгеретін шығармын деп. Барлығы біз қалағандай бола бермейді. Мен оған ренжімеймін дейді. Бір кезде үлкен гүл шоғын көтеріп Эмрах келеді. Сен мен үшін өте маңызды адамсың дейді. Сенің күліп жүргеніңді әрдайым қалаймын. Маған ең маңызды екеуміздің махаббатымыз. Сәби болмаса да біздің Мелисіміз бар дейді. Мен Мелиске аға да бола алармын, қаласаң әке де болармын дейді. Екі жаралы жүрек бір-бірін енді тапқандай. Зелиха қуанып келіп Юсупты құшақтайды. Анам бізді есіне түсірді. Менің екіқабат екенімді де біледі дейді. Ашмет барлығын естіп тұрған еді. Енді ешкімнен жасырмасақ та болады, үйленсек те болады дейді. Юсуп та менің де анам біледі, тек әкем білмейді, білсе ренжіп қалатын шығар дейді. Аналарымыз біледі екен ғой, онда үйленейік деп жатқан кезде Хашмет келіп, тек аналарың ғана білмейді, мен де білемін дейді. Бала айтады, менің кетуім керек, әйтпесе Ябус сендерді өлтіреді, мен солай айтқанын естідім дейді. Ябус сені бізден екінші рет тартып ала алмайды, мен оны өлтіремін дейді Жему. Ақымақтық жасама, сенен айырылғым келмейді деп айтып жатыр бала. Сол сәтте Ябус келіп қалады, ол балаға қарап, болды, үйімізге қайтайық дейді. Жемоның қолында қаруы бар еді. Ол Ябусты өлтіргісі келіп тұр.